Туған жерім Құлқұдық ата мекенім. Құлқұдық азаматтары, Құлқұдық тұрғындары. Бастап атқан мынау бастама істеріңнің Алла қайырын берсін. Өткендерді еске алып, оқытайын деп жатқан дұға тілектеріңізді, зираттарыңызды Алла қабыл етсін. Туған жер ата мекен, Құлқұдығым, бір ғасыр құтты болсын 100 жылдығың. Өзіңнен қанаттанып кеткен ұшып, құттықтаушы мен сенің бір қызыңмын. Есейіп мен өзіңнен кеттім жырақ, ешқашан ұмытпаймын сені бірақ. Киелі қасиетті туған жерім, көңілде мәңгі бақи өшпей тұрады. Алаңсыз балалық шақ өткен жерім, ақыл ой сана сезім жеткен жерім. Елінің келешегін көркейтуге, аянбай ата бабам төккен терін. Көркейіп гүлдене бер ата мекен, әрдайым еске алып мақтан етем. Ыстық қой таумен тасың топырағың, сағыныш туған жерге тартады екен. Құрметті азаматтар, Құлқұдық тұрғындары, сіздерменен еліміздің, ата мекеніміздің 100 жылдық мерейтойында Алла төрт көзімізді түгел етіп қауыштыруды нәсіп етсін. Құрметті Құлқұдық ауылының тумалары, үстіміздегі жылдың май айының соңында біздің қасиетті Құлқұдық ауылының ауылы болып қалыптасқанына 100 жыл толуына байланысты ата бабаға тағзым атты үлкен іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Іс-шараның ұйымдастырылуына қарсы барлық осы ауыл азаматтарына Құлқұдықтан шыққан талаптар оң болсын дегім келеді. Той құтты болсын. Қасиетті ауылымызда біздің ата бабамыз жасағып өмір сүрген, ата анамыз қызмет еткен. Біз және біздің балдарымыз осы ауылда оқып, білім алды. Сол үшін осы үлкен іс-шараға бәріңіз қатысуларыңызды сұраймын. Атсалысып қызмет етіп. Және бір айта кететін жайт, осы іс-шараның қарсаңында біздің мектеп бітіргенімізге 45 жыл толуына байланысты бізде сол 45 жылдықты 29-ы, 30-ы күндері атап өтіп, ертеңіне одан соң сол ауылымыздың 100 жылдығына деген үлкен іс-шараға қатысқалы отырмыз. Айтарым, тіләс жастарыма талап оң болсын. Ал осы үлкен іс-шараны ұйымдастырып жүрген, басқасында жүрген азаматтарға сәттілік, істеріңізге береке тілеймін. Аман болыңыздар. Осы тойды аман есен жақсылап өткізуге атсалысуға бәріңізді шақырамын.